Бәріне сәлем. Мына бүгінгі жаңалықтардың бірі Алтын Голд компаниясы туралы сұрап жатсыздар. Соған қазір кіріп көрейік. Бүгін міне 15 мың теңге болыпты бағасы. 1181 теңгеге түсті деп тұр. Бірақ 1181 теңге емес, бүгін одан да төмен бағаға түскен. Бірақ биржа бойынша осындай бағаға жабылды. Енді мынау айлық графикті көрсетіп тұр екен. Біраз уақыт 9-8 мың теңгенің көлемінде жүрді. Сосын баға алтынның өсу деңгейіне қарай өсті. Жалпы бұл акцияны сатып алмастан бұрын не істеу керексіздер сіздер? Ең біріншіден сіздер бұл акцияның қаржы есебін қарайсыздар, акция санын қарайсыздар, немен айналысатынын қарайсыздар. Елдер алып жатыр екен деп ала беру қате болады. Сол үшін былай істейміз. Біріншіден көрдіңіздер акцияны, мынаяқтан көреміз. Ақпарат бөлімінен көресіздер. Акция саны қанша? Дұрыс па? Мынаяқта тұр. Количество размещенных акций 27 миллионов 332 тысячи деп тұр, примерно. 27 миллион 333 мың деп грубо алайық. Бұл акцияның саны қанша штугы бар екен? Осы оборотта жүрген. Негізінен бұл қандай компания? Бұл компания негізі қазақстандық емес, халықаралық кен өндіруші компания. Ұлыбританияда, Лондонда тіркелген. Алтынмен, күмісті өндірумен, қазумен айналысады. Қазақстанда өндіреді, алтын қазады, кен орнымен айналысады. Бұл акция негізінен Қазақстанда осы тикермен белгіленген, бірақ қаржы есептік көрсеткішін қарайтын болсақ, есебін қарайтын болсақ, Қазақстан бойынша 27 миллион акцияны көрсеткен, бірақ басқа да ақпараттарды қарайтын болсақ, Лондон биржасының ақпараты бойынша, отчеты бойынша, Лондондағы отчеты бойынша ол жерде 2 миллиард 570 миллион акциясы бар деп көрсетіледі. Номиналдық бағасы 0,1 пенс дейді. Ұлыбританияда 1 фунт және пенс деген теңге мен тиын сияқты жүреді. Сояқта сол данный көрсетілген, бірақ қазақстандық отчет бойынша, Кассе биржасы бойынша 23 миллион акция деп көрсетілген. Немнеге мен бұны айтып жатырмын? Немнеге айтып жатырмын? Өйткені біз бұл акцияны сатып алмастан бұрын баланстық құнын қарап алуымыз керек. Өсіп жатыр екен деп ала беру қате болады. Енді баланстық құнын есептеу үшін не істейміз? Бағана айттым ғой, есепті қарау керек деп. Квартал сайын, жарты жыл сайын, 1 жыл сайын есеп беріп отырады компания. Сол кездегі отчеттарды қарайтын болсақ, уставной капитал дейді орысша. Қазақша меншікті капитал. Меншікті капитал өсіп отырады, немесе азайып отырады. Меншікті капиталы өсіп азаюына байланысты акцияның баланстық құны шығады. Сіздер 15 мың деп көріп отырғандарыңыз, бұл сіздерде нарықтық құны акцияның. Бұны нарық белгілейді. Уставной капитал арқылы біз нені көреміз? Баланстық құнын көреміз. Бір тал акцияның баланстық құнын көреміз. Енді уставной капиталын примерно отчеттардан қарайтын болсақ, сол 2 миллиард доллардың ар жақ бер жағында. Сомен қарайтын болсақ, біз не істейміз? Біз меншікті капиталдағы сумманы общий акцияның санына бөлеміз. Сол кезде сіздерде баланстық құны шығады. Түсіндіңіздер ме соны? Егер есептейтін болсақ,
примерно курс қанша қазір? Бүгінгі курспен алатын болсақ қанша? 507, 510 соның көлемінде, 505, 510 көлемінде қарайтын болсақ, біздің бір акцияның бір құны теңгемен шаққанда баланстық құны 1100 теңге мен 1300 теңгенің арасында болуы мүмкін. Баланстық құны нарықтық құнынан әлде қайда төмен. 10 есе төмен деп айтуға болады. 10 нені білдіреді? Меншікті капиталды акциясының санына бөлгенде сол сумма шығып тұр. Математикалық мысалы есептейтін болсаң. Ол нені білдіреді? Яғни акция на хаях дейді орысша. Акцияның бағасы қазір ыстық болып тұр. Қымбат бағада алып қоюларыңыз мүмкін деген сөз. Яғни коррекция болуы мүмкін. Қалай қатты көтерді, солай тағы түсуі мүмкін. Бүгінгі мысалға есеп берулерде стаканда көрген болсаңыз, акцияның стаканда сатылу бойынша баға сол кезде қайдан? Мысалы баға 16 болып тұрды да, сосын резко 11-ге түсіп қалды. Соны байқаған адам болса біледі. Биржа 15-пен жабылды, бірақ баға түсті. Ол нені білдіреді? Яғни қанша неқта? Жерде ең аз бағасын 2500 деген көрсетіп тұр. Бұл примерно бізде февраль 25-ші жылмен көрсетіп тұр. Неқта арғарай жоқ екен басқа жылдарда. Бұл акцияны ұзақ уақытта, неқта 2,5 көлемде біраз тұрды ғой, февраль, январь, февраль, март дейді. Даже міне июньнің ортасына дейін почти сондай бағада тұрған екен. Бұл акция алдыңғы жылдары, 25 емес 24 жылдары 800, 900 теңге, мысалы 1500 сондай бағаның көлемде болған. Сол кезде үлкен көлемде инвесторлар алған болатын. Енді ойлаңыз, сол кезде жақсы бағада алып қалған адамдар, миллиондаған ақшаға да алып қалған адамдар, 17-16 теңгені, 1000 теңгені көреді де, мысалы сатқысы келеді. Ол лизинг әдісімен алмауы мүмкін. Ол алады да, мен 100 акция, 1000 акцияны сатамын, 5000 акцияны сатамын деп стаканға салып жібереді. Ол напрямую бағаға тікелей әсер етеді. Сол кезде үлкен инвестор, кит инвестор сатқан кезде баға 16-тан 11-ге түседі. Сіз мысалы 16-ға алып қойған кезде баға 11-ге түсті. Сол үшін мен нені ескертемін? Акцияны алмас бұрын сізде 1 миллион болсын, 5 миллион болсын, мысалы нандай бағада тұрма, мысалы нандай бағада тұрса, сен ойланасың. Мен қазір бәрі нандай бір 16 мыңға алып қойсам, қайдан еқта? Допустим, я былай 14-16 мыңға алып қойсам, сразу 5 миллионға алып қойсам, бұл біраз уақыттан кейін нандай 9-ға түсіп қалуы мүмкін. Оның қайттан 9-дан 15-16-ға баруына біраз уақыт өтуі мүмкін. Сол үшін сен не істейсің? Мысалға, баға 9 болғанда бір сумаға алдың, 9,5 болғанда бір сумаға алдың, 10 болғанда бір сумаға алдың, 11,5 болғанда бір сумаға алдың. Дұрыс па? Арғарай кете береді. Сол кезде сен бағаның өзіне диверсификация жасайсың. Сонда сенің орташа бағаң шығады. Бәрін сен 15-16 мың теңгеге алып қойып, ертең минус болып, баға қайттан көтерілуге ұзақ уақыт кетіп қалуы мүмкін. Мысалы сен қысқа мерзімді инвестор болсын. Егер сен, мен кейбір видеоларым бар лизинг әдісі бойынша. Қымбат алдың ба, сразу бір сумаға алма, үлкен сумаң бар болса. 5 миллионға алғың келе ма? 1 миллионға 8 мың теңге болғанда 1 миллионға ал, 9 мың теңге болғанда 2 миллионға ал. Сондай кете береді. Сол кезде сен бір бағаң шығады. Әрбір акцияны алмастан бұрын, жалғыз алтын болмай құсын, любой бір акцияны алмастан бұрын сен бірінші баланстық құнын есептеп ал.
То же самое на Казатомпром. Баға қазір өте қатты үлкен деңгейде болып тұр. Қазір қатты алғың кеп баратса, бірдеңеден қалып баратырың дегенде алғың кеп баратса, бір бағада, нарықтық бағада алғың кеп баратса, барлық ақшаңа алма. Белгілі бір 10%-ында ма ақшаңның 10%-ына ал. Баға түскен кезде тағы сол 20% ақшаңа ал. Тура сол сияқты дұрыс бағада алып үйреніңіздер. Қысқаша осы алтын